Барлығына сәлем. Сіздермен бірге адвокат Таир Насханов және мен бизнесті қорғауға маманданамын. Бүгін мен сізге рейдерлік туралы айтып беремін. Менің YouTube арнама жазылып және лайк баса отырыңыздар. Бүгін мен келесі сұрақтарға жауап беремін. Рейдерлік дегеніміз не? Және ол қалай жүзеге асырылады? Рейдерлік шабуылдың басталуы қалай пайда болады және не істеу керек? Егер сіз осы тақырыпқа қызығушылық танытсаңыз, бейнероликті соңына дейін қараңыз. Рейдерлік бұл кәсіпорынды жаулап алу бойынша бір қатар операциялардың жалпы атауы. Рейдерлердің әрекеттерін бопсалау, өзін-өзі басқару, алаяқтық, қылмыстық қоғамдастық құру, құжаттарды қолдан жасау, мәміле жасауға мәжбүрлеу немесе оны жасаудан бас тарту деп жіктеуге болады. Дегенмен, рейдерлік қылмыстың күрделі түрі болып табылады. Әдетте, рейдерлер өздерінің қылмыстық әрекеттерін сыртқы заңдылықпен жабады. Мамандар кәсіпорынды тартып алудың 4 негізгі әдісін атайды. Акционерлік капитал арқылы. Рейдерлер акционерлер жиналысын бастау және өздері қалаған шешімді қабылдау үшін акциялардың 10-15% сатып алған кезде атқарушы орган арқылы. Сонымен менеджмент активтерді рейдердің бақылауындағы құрылымдарға шығарады, немесе өте жоғарғы пайызбен мүлік кепілмен несие алады. Кредиторлық берешек арқылы. Мысалы, егер кәсіпорында бірнеше шағын қарыздар болса, онда рейдер оларды сатып алып, бір жолға төлемге ұсынады. Жекешелендіруге қарсы тұру арқылы. Мұндай рейдерліктің шарттары кәсіпорын заңсыз жекешелендірілген кезде жасалады. Егер кәсіпорында тексерулердің барлық түрлері жиіліп кетсе, тағы кәсіпорынға және оның басшылығына жергілікті биліктің көзқарасы өзгерсе, әлеуметтік желілерде кәсіпорын басшылығының жамандайтын мақалалар пайда болса, кәсіпорын қызметкерлерінен акцияларды сатып алу басталса, тізілім ұстаушы жеке акционерлердің тізілімнің жай күйі туралы сұрау алса, немесе акционерлер белгісіз тұлғалардан немесе бос конверттерден құттықтау хаттары бар тапсырыс хаттарын алса, олар осылайша акционерлердің алдағы жиналысы туралы хабарлайды. Бұл жайттардың барлығы рейдерлік шабуылдың басталуын көрсетуі мүмкін. Рейдерлердің алғашқы әрекеттер басталғанда жағдайда дереу құқық қорғау органдарына арыз шағымдармен жүгіну қажет. Әлеуметтік желілерді тарту және жергілікті әкімшілікке, депутаттар мен қоғамдық ұйымдарға хабарлау қажет. Ал нақты негіздер пайда болған жағдайда рейдердердің әрбір іс әрекетіне қатысты талап арыздар мен соттарға бару қажет. Бұдан басқа құрылтай және ішкі құжаттарға құқықтық сараптама жүргізу, құрылтай құжаттарының түпнұсқаларын қол жетпейтін жерлерде сақтауды қамтамасыз ету, өз акциялардың немесе компаниядағы үлестерін кепілге қою немесе сенімді серіктестің талап арыз бойынша оларға сот қамағын салуға қол жеткізу қажет. Рейдерлікпен күресу өте қажет екені сөзсіз. Мәселенің тамыры тек құқықтық салада ғана емес, сонымен бірге экономикалық, саяси салада да кездеседі. Рейдерлікті сондай-ақ оны тудырған сыбайлас жемқорлықты жою үшін әрине экономиканы
саясатты емдеу керек. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды, және мен бизнесті қорғауға маманданамын. Егер ролик немесе бизнесті қорғау туралы сұрақтар туындаса, түсініктемелерде жазыңыз. Мен оларға жауап беруге тырысамын. Менің YouTube арнама жазылып және лайк басуды ұмытпаңыз.